Әке үкімім. Әңгіме. Автор Айзат Рақыш. Бірінші бөлім. Көке, не шу бұл әлей? Асқарбек көке, қырмызыны асауқынан алып қашып кеттім. Мына сөзден соң Асқарбек мол денесіне жараспайтын тым шапшаң қимылмен орнынан атып тұрды. Әкенің жүзіне қобалжу уайым табы қалқып шықтым. Бәйбішесі Гүлжамал бірден күйгелектене жөнелді. Айтқанмын, отағасы бұрында айтқанмын, қызының ажалы аттан болады деп айтқанмын. Тәйт, ажалы несі? Қырмызы үйге аман келеді. Асқарбек әйеліне бар даусымен ақырып қалды да қора жаққа жүгіре жөнелді. Сәлден соң кер бестісін тайпалтып шыға келді. Әй күшік, мін атыңа, қане көрсет, мана ан бағытты. Көке, біз бірнеше жігіт торы құнанды үйретіп жүргенбіз. Бүгін ол болдыртып діңкелеп тұрғандай көрінді. Содан соң қырмызы мінем дегенде қарсылық танытпадым. Жә, сөзді ғой, қай жақты бағдар қаламыз? Қырмызы мінген соң құнан бір еркіндікті сезінді ме, кенеттен құйғыта шапқылап қоя бердім. Бет алысы сарысу жазығы жақын тұс. Өкпесі өше мән жайды жіпке тізген Әли торы құнан жүйткіп көзен таза болған тұсты меңзеді. Асқарбектің бар сенгені 3 күн жүген көрген құнанның бауырын жаза шабуы ұзаққа бармай қызының аман сау келуі. Осы ойы жанына тыныштық ұялатқан жігіт ағасы төбе басына жетті. Осы жерде тұрып төңірекке көз салуды жаны сүйетін. Бірақ бүгін ол әдетімен маңайға манаурай қарай алмадым. Қырағы көзімен қыран жанары жететін аумақты шолып шықтым. Өзі жатқа білетін әр түп бұталарға дейін бар ынтасымен шұқшиды. Күннен көзін көлегейлеп тағы өңіне беріп еді, астындағы кербесті тыпырши қалды. Сыралғы жануарының бұл қалпынан Асқарбек оның өзіндей жылқы баласы зымырап шапқылағанда қызғанышы оянатынын білетін. Сол дағдысымен бесті ауыздығын сылдырлата басын шайқап жіберді. Осы сен әлденені шамалап тұрсың ау? Көке, анау көз ұшындағы қызыл ноқат қырмыз емес пе? Әли өз сөзіне сенімді болмаса да қуанғаннан күліп жіберді. Менің көзім алдап тұрма? Әлде расында бізге қарсы шауып келе ме? Я, көке, қырсық құнанның арынын басқан секілді. Жүріңіз қарсы шабайық. Жоқ, ана құнан біздің шуымызға елтіп қайта көсілу мүмкін. Одан да жай ғана аяңдап барайық. Әли ләм-мем демеді. Онсыз да көкесінің алдында айыпты. Көкжиектен талып көрінген қызыл нүкте жақындай берді. Оттай қызыл киінген қызы құнанды өз тезіне көндіріпті. Құнан ноқта текте ауыздығын қашылатқаны болмаса, бас еркін қырмызыға толық бергендей. Манағы қауіпі сейілгенмен Асқарбек қырмызыға бір ұрсып алуды жөн көрді. Торы а деп алып қашқанда ауыздыққа ие бола алмай, арпалысқан қыздың түйіп қойған ұзын шашы тарқатылып кетіпті. Қара шашы желмен желбіреген жас қат үстіндегі жас қыз хас суыдан бетер көрініп, Әли еріксіз көз ала алмай қалды. Езуінде жеңімпаз жауынгердің күлкісі ойнаған қыз бұлар тоқайласқан кезде тордан секіріп түсті. Әке, мен бүгін өзімді атбегі әрі шабандоз ретінде сынадым. Мен де сені сынап тұрмын. Аттан орысша түскен әдетім әлі қалмапты, деп әкесі атқұмар қызына ұрса алмай жай ғана бір ескерту айтты. Әкетай, орысша мінсем де, қазақша мінсем де, бүгін торының зықысын шығардым емес пе? Алғашында сасқалақтап қалдым да, тау тасқа салып, тұяғының болатын қашырмайын деп, әдейі жазыққа бет түзедім. Желмен жарысқаның көрініп тұр, байқұс құнан терге малшынып кетіпті, деді Әли. Я, желмен жарысып жеңіп кеттім, ақ бұлтқа қол созып, оны да алмақ едім. Сіздерді көріп кейін бұрылдым, деп қырмызы масайрай сөйледі. Қызым, үйге қайтайық. Апаң ойымдап отырған болар, деп әкесі ауылға қарай бастады. Әбден тұралаған құнан басын төмен салып келеді. Балалар, қараңдаршы, мына қорым жыл санап ауылға жақындап келеді. Құлашы кеңейген өлілер мекені тым сұсты көрінеді. Я, көке, соған қарап ауылда өлім көп пе деп ойлап қаламын. Одан емес, Әли. Мұнда бейіттер ретсіз салынған, кейбірі тіп тас қақтып, үлкен жерді алып тұр, деді қырмызы сөзге араласа кетіп. Жандарың жанатта болсын, бауырларым деп бетін сипаған Асқарбек қорымның жанынан тезетіп өте шықтым.
Асқарбек бәйбішесін тыныштандырмақ болып үйіне кіріп кетті. Ал Әли мен Қырмызы аттарды суытып қора жақта қалды. Торы басын ала қашқанда оған мінуіңе рұқсат еткеніме бармағымды тістеп қалдым. Әли сүт пісірім уақыт бұрын өзін белмеген қорқынышының әсерінен әлі айыға қоймаған екен. Бекер жазғырма өзіңді, мен жазым болған жоқпын ғой. Сен бір жамандық ұшырайма деп қатты қорықтым деген жігіттің сөзінің соңы сыбырға ұласты. Мен үшін емес, әкемнен ұрыс естимін деп қорыққан боларсың деп Қырмызы сыңғырлай күліп жіберді. Жоқ, сен үшін. Отты жанарлар түйсе қалды. Көз сыр ұшқынын атқанда тілдің керек жоғау сірә. Бұл оқиғадан соң 10 күн өтер өтпесте Қырмызы қалаға жиналды. Әке шешесінің қалауымен оқуға тапсыруы қажет. Қасына пысық жеңгесі Гүлбаршынды қосып берген әкесі қызын аудан орталығына дейін өзі шығарып салды. Қоштасарда айтқаны мынау болды: сен қыз баласың. Өмірден өзі орныңды табу үшін тау қойнауындағы ауылда уақыт өткізбегенің абзал. Заманның қалай құбылып тұрғанын білесің. Оқығандардың дәурені жүретін заман бұл. Ақыл оқимын десең де біздің дәуресіміз жетеді. Іштей бөлімге мұғалімдікке тапсыр, деді. Әке, сіздер үшін мұғалімдіктен басқа мамандық жоқ. Мәселен, мал дәрігері дегенде қызық мамандық емес пе? Деп бұртиды Қырмызы. Ойбай, Гүлсіңлім не дейді? Малдың соңында жүріп өмір өткізген біз оңдық па? Одан да қалам ұстап қана жүретін мұғалім болсаңшы, деп Гүлбаршын да Асқарбекті қостай кетті. Иә, Гүлбаршын, дұрыс айтасың. Алматыға барған соң Қырмызының тиісті факультетке тапсыруына қадағалап. Қоштасу аяқталып, Алматыға баратын автобус жүректерінде түрлі армандарды тербеткен жолаушыларды толтырып алып, аңырана жүріп кетті. Әке көңілі перзентінің болашағы үшін бе, әлде оның алысқа ұзап бара жатқанына көңілі түсті ме, үйіне сұлық жетті. Сапары сәтті болсын деген көршілеріне ернін жыбырлатты да қора жаққа беттеді. Таңның салқынында қорада ерекше күтімге алынған бірер қозы-лақ болмаса, өзгесінің бәрі жайылымда. Бірақ шарбаққа жақындай беріп, таң қалып тоқтап қалды. Анау күннен бері Қырмызының сүйікті серігіне айналған торы құнан қамауда тұр. Қасында Әли бар. Сырт қараған Асқарбекке екеуі мұңдасып тұрғандай көрінді. Сәлден соң ақырын дауыспен сөйлеген Әлидің сөздері құлағына жетті. Торым, кешегі бал күндер көзден ұшты, алайда көңілден көшпейді. Қырмызы кетіп еді, менің көңілім жарым болып қалды. Иә, сенде біртүрлі мұңды көрінесің. Мәссаған, туғалы бері Қырмызымен бір ойнап бір өскен Әлиді өз ұлындай көретін еді. Сөйтсе бұл балалар ғашық болып үлгеріпті ғой. Өзіне бүлдіршін көрінетін Қырмызы мен Әлидің махаббат әлемінің шырағым жаққандарына сенер-сенбесін білмей ары қарай тыңдай бердім. Торым, былтырғы жазда да Қырмызы қалаға бармаудың ретін тауып еді ғой. Ол кезде тіпті көңіл білдіруге дәтім жетпей жүрген. Ал биыл ол неге тағы бір қулық жасап Алматыға бармай қалмады екен? Енді оның назды күлкісінсіз мен қалай күн кешемін? Сағыныштан құса болмасам етті. Торы құнан Әлидің сөзін қостағандай басын шұлғып қойды. Өткен жазда қызына оқуға бар деп қолқалағанда, дәл жолға шығар кезде ол кенеттен бас айналып, төсек тартып қалғаны бар. Онысы қалаға бармаудың амалы екен ғой. Әке жүрегінде өз қалауы мен перзентінің таңдауы тайталасқа түсті. Ақыры өз қалауын дұрыс деп тапты. Жылқы десе ішкен асын жерге қоятын қызы әке қиялында салиқалы мұғалім бейнесінде мұнартып көрінді. Ақырын жылыстап шығып, үйіне кіре беріп еді, хатшы қыз Сара келе қалды. Асқарбек аға, сізді әкім ағай шақырып жатыр. Оған не керек болып қалды таң атпай? Кеңсеге жүріңізші, мән-жайды Мұрат ағай өз түсіндіреді. Қаздаңдай басқан қызды көлігіне отырғызып, ауыл әкімдігінің алдына жетіп бірақ тоқтаған Асқарбек тез-ақ ішке еніп кетті. Қош келдіңіз, Асқарбек аға. Мұрат орнынан тұруға ыңғайлағанда Асқарбек өзі қолын ұсынды. Қош көрдік. Таң салқынымен жасайтын тірліктерім бар. Неге шақырдың? Асықпаңыз. Шай ішіп отырып әңгімелесейік. Уақытым тар болып тұр. Жарайды. Онда бірден іске көшейік. Ауданнан нұсқау алдым. Жергілікті кәсіпкерлердің арасынан инвестор тартып, ауылға мәдениет үйін тұрғызсақ деп едік.
Жарты шығынды аудан әкімдігі өз жауапкершілігіне алады. Ауыл жастарына арналған мемлекеттік бағдарлама аясында жаттан сөздеріңді айтпай-ақ қойшы, түсіндім, инвестор бол дейсің ғой. Асқарбек құлағына әбден сіңіп қалған мемлекеттік бағдарламалар деген сөзді аяқтатпастан әкімге тік қарады. Дәл үстіне түстіңіз аға. Өз ауылыңызды өркендетуге өзіңіз үлес қоссаңыз деп отырмын. Жарайды. Қажетті құжаттарды дайындата бер. Бүгін тауға барып шаруашылықтарымды аралап қайтуым керек. Онда келістік. Өте қуаныштымын деген әкім Асқарбекті әудем жерге дейін шығарып салды. Мұрат Қуанбай қайтсын, бір аптадан бері ауданның әмірін орындай алмай әбден әлектеніп едім. Ауылда қалтасы қалың кәсіпкерлер баршылық болса да, мәдениет үйінің құрылысына инвестор болудан жеме-жемге келгенде бәрі бас тартқан болатын. Соңғы үміті Асқарбек еді. Үміт ақталды, зілді бұйрық орындалды. Асқарбек үйіне келгенде көрші-қолаң тегіс жиналып тоқым-қағар жасап жатыр еді. Алыс сапарға бірінші рет аттанған қызының жолына құт тілеген Гүлжамал дастарханын түрлендіріп, айна көршісінің тілегін тыңдап отыр. Қырмызының осы кеткені кеткен, қыз бала онсыз да қонақ емес пе? Әрі оқуға түсіп, қалалық болса, кейін тұрмысқа шығып сонда қалып қояр деген айнаға Асқарбек ашық жақтырмай қарады. Сенің тілегің сәуегейлікпен астасып кеткен бе? Құмалақ ашпайсың ба өзі? Енеңе жоққан болар сірә. Шамдан ба әкесім? Сірағасын айтқаны ғой, деп Гүлжамал жайдақтатып еді, оған отағасының ашуы басыла қоймады. Құдайдың жанынан келгендей, баланың тағдырын кесіп-пішіп сөйлеуге ұялмайсың ба айна, деп түнерген күйі шайын сораптады. Несіне ұяламын? Қыздың тұрмыс құрып бөлек кететіні атам заманнан белгілі. Әлде қызыңды күйеуге бермей, өмір бақи жаныңда ұстайын деп бедің? Аузы жеңіл айна өршеленіп сөздің өртін лаулатты. Күйеуге тиіп қалады дегеніңді айтып отырмын. Мен білетін Қырмызы қалада қалмайды. Асаға, Қырмызың жолға шыққан соң көңілің бұзылып отырған сияқты. Біз жақсы тілектер айту үшін жиналғанбыз. Ренжи көрме деп айнаның күйеуі Қали майдалай сөйледі. Тегін оқуға түсе алмаса, ақылы бөлімге де оқыта береміз деп отырмыз. Гүлжамал бір жағы мақтанып, бір жағы сөз қоламтасын өшіргісі келгендей бәріне естірте дауыстады. Менің қызым грантты оқиды деп, айна да есесін жібермей кеудесін кере қалды. А мой Серега совсем не хотел учиться деп Настя жиылғандарды бір күлдірді. Расында да оның ұлы университет түгіл, ауылдың мектебін әупірімдеп жүріп зорға тәмамдаған. Бір қауым қазақтың ішінде отырса да, өмір аузын қажақса ашқан емес. Осы әйелге таңым бар. Не іші шіріген ұлтшыл, немесе өз тіліне берілген адал орыс деп екіұдай ойға кетті Асқарбек. Ауданға қарай талай жиындарға барып жүріп байқағаны, әкімдер жағы орыс тілін ақсүйектер тіліндей көреме, әйтеуір қатынас қағаздарын орысша әдіптеуге әзір тұратын. Жиналысқа бір орыс келсе, дүйім қазақ соның тілінде шүдірлейтін. Ал мына Настя қалың қазақтың ортасында 20 жылдан артық тұрса да, әлі өз тілінде сайрайды. Серегаң біздің Қырмызымен бірге оқыды емес пе? Гүлжамал емен жарқын әңгіменің көрігін қыздырып отыр. Бірін-бірі түсінеді, дегенмен екеуі де өз тілдерінде сөйлейді. Адам мен адам сөйлескенше деген осы ғой деп ойлады Асқарбек. Әңгімемен отырып түс болғанын байқамай қалған қонақтардың алды жылжығанда Асқарбек те шаруа қамымен фермаларын аралауға кетті. Асыл тұқымды жылқы өсіретін кәсіпкер 9 қорасын заңдастырып алған. Жұмысшыларына сәулетті үйлер тұрғызып, тұрмыстық техникамен жабдықтап, ел ішіне үлгі болған. Сонда кейбір қисық ауыздардың жалғыз қызынан басқа ешкімі жоқ, барын жұмысшыларына шашпағанда қайтсын деген қаңқу сөзінде талай құлағы шалған. Естісе де, естімегенде кейіп танытқан. Басқа зар болса, мұның кінәсі емес қой. Қырмызының алдында бір ұлы болды. Одан бас аяғы 2-3 сағаттың ішінде айрылды. Не ауру екенін ешкім сол күйі біле алмады. Аузынан қара су ағып, талықсыған ұлын аудан орталығына жеткізсе де, ол жердегілер еш қайран қыла алмады. Ал Қырмызы туғанда Алласынан күні-түні оның амандығын тіледі. Қызынан соң Гүлжамал 2 рет құрсақ көтерді. Бірақ ұлдары бірінен соң бірі шетінеп кетті. Көз тиді деуші еді марқұм анасы. Қара құлақтанып, өсіп келе жатып, жауқазындай қиылған сәбилеріне Асқарбек те сол дертті таңатын. Енді жалғызы мен жары
аман болса болғаны. Осындай сан алуан ойлармен жүріп, 3 қораны тексеріп үлгердім. Күн еңкейген шақта үйіне қайтуға қамданды. Бұрын үйде қырмызы барда, оңтайына келген жұмысшының үйіне қона кететін. Бүгін Гүлжамалды жалғыз қалдырғысы келмеді. Көкте келе жатып алаулап батып бара жатқан күнге қарады. Қып-қызыл сәулесімен ақ шарбы бұлттарды шарпыған күн кешкі аспанды түрлі реңдермен байытып жіберіпті. Анау жібек бұлт ерке қызының ақша жүзіндей, ал мынау қызыл түске бөккен батыс атырап қырмызының жақсы көретін қызыл көйлегіндей. Табиғаттың сұлулығын қызының ажарымен астастырған әке үйіне асығыс жетті. Жалғыз жүрсе шай іше алмайтын әйелінің бұны күтіп тамақтанбай отырғанын білетін. Отағасы келе сала Гүлжамал бірден дайын дастарханға шақырды. Әңгімесін де сабақтай отырды. Отағасым, Гүлбаршын хабарластым. Жолда кетіп барады екен. Амандық болса, таңға сауым жетпекшім. Алла жолдарын оңғарсын. Сен кеткелі бері ас батпай қойды. Жалғыз өзім тамақ ішіп жарытпадым. Әншейінде үйден шықпайтын Әли де келмеді. Сол Әли үйді торғылдай бермесін. Күйеуінің кенеттен айтқан қатқыл ескертуіне әйелі таңданып қалды. Неге? Құдайы көршіміз, өзі бір жақсы бала. Келмесін десем келмесін, қазбалай бермешім. Қызымыз бой жетті. Олар бір үйдің балаларындай өстемес пе? Асқарбек бұдан ары сөзге келмеді. Кешкі жаңалықтарды қалт жібермейтін әдетімен теледидар алдына жайғастым. Қалта телефонын алып қарап еді, қызынан тілдей хабарлама келіпті. Әкетай, мен Алматыға жеткен бойда оқуға тапсырамын. Бетінен қақпай өсірген қызының өршіл мінезіне сүйсінген әкесі алаңсыз ұйқыға кетті. Ауылдың жазғы түні маужырап тұр. Ауада денені сәл тоңастар салқын леп бар. Ит үрсе де тысқа шығатын ауыл қазағының бірі Әли. Төбеті қырылдай үрген соң шықса, жігіттер жиналып келіп тұр. Ескі клубтың үйіндісіне барып, әңгіме дүкен құруды шеттерінен әдетке айналдырған. Ел жатса да енекем жатпайтының нақ өзі екенсіңдер. Әли жігіттерге оң қабақ таныта қоймады. Таңды таң ұрып жүре беретін Әли қырмызы кеткен соң үй күшік болып қалғанын ба? Ей, сен не тұспалдап тұрсың? Өткенде қырмызы екеуінің атқа мінгесіп түн ішінде өзен жағасына барғандарыңды білмей қалды дейсің бе? Ауылда жұмыс жоқтығын желеу етіп, ақыры өсек айтумен айналсайын дедіңдер ме? Жетіскен екенсіңдер. Әли сенмен сөз жарыстырып тұрмады. Тайыншадай төбетін босатты да өз үйіне кіріп кетті. Үсен, жел сөзге әуестік расымен де жаман қылық қой. Дастанның бұл сөзіне Үсен езуі көпіре жауап берді. Көзін көріп тұрған соң айтамын. Бірер күн бұрын екі ғашық торы құнанға мінгесіп ауыл сыртына шығып бара жатқанын өз көзіммен көргенмін. Біздің сақ құлақ сұңқар шәуілдеп қоймаған соң далаға шықпаймын ба? Сонда махаббат дастанына кездейсоқ куә болғанмын. Үсен, итке құстың атын қойған, сен де бір қиялы екенсің, деп тұншыға күлген Дастан көшеге қарай аяңдады. Қираған үйіндінің тұсына келіп, күнделікті орындарына дүмдерін бастым. 10 шақты жас жігіт түн қараңғысында ауылды аруақтай кезіп жүруді өздерінше жастықтың дәуренін сүріп жүрміз деп ойлайтын. Білектісі жүрексізін sıрамен араққа жұмсауда сол серліктің бір көрінісі. Бүгін sıра алу Әрлидің кезегі еді. Ол үйінде махаббатыны мұң теңізінде қалқып жүр. Олай болса Үсен барсын жынысуға. Ауылға жаңа мәдениет үй салатын болыпты. Жақында құрылысы басталады екен деп Үсен су жаңалықтарын шетінен сүртпақтап орнынан қозғала қоймады. Құрылысшыларды шеттен әкелетін шығар. Дастанның алаңын білгіш Үсен бірден сейілтіп жіберді. Жоқ, инвестор Асқарбек жұмысшыларды тегіс осы ауылдың жігіттерінен аламыз депті. Екі қолға бір күрек тапсақ жақсы ғой дескен жастар бұл жаңалыққа кәдімгідей ерегісіп қалды. Ешкім жұмсамаса да сыралып келген Сергей жігіттерге теңдей етіп құйып берді. Жұмыссыз ауыл жігіттері үшін жастықты тек өткізбей шайқап шарап ішу де бір бақыт саналатын. Арада бір апта уақыт өтпей жатып, ел аузындағы жел сөздің діңгегі болған мәдениет үйінің шынымен іргесі қалана бастады. Бригадир ғана ауданнан келген азамат, өзгелері түгелдей
осы ауылдың сайдың тасындай жігіттері. Құрылыс қарқын алып, күн өткен сайын қабырғалар бекіте берді. Алматыға барған соң уақыт созбай оқуға тапсырған Қырмызы жеңгесімен бірге ауылым қайдасың деп тартып отырды. Ол әкесінің жарлығымен мұғалімдікке тапсырмады, өзінің жан қалауы мен мал дәрігерлік мамандығына таңдау салды. Ақылы сырттай білімге құжаттарын өткізіп тастап, аттың басын ауылына бұрды. Қызының келе жатқанын естіген Асқарбек бір қызарып, бір бозарды. Бұл қызды еркін өсіремін деп жүріп, есерге айналдырып алмадым екен. Өз жүрегінің үнін ғана тыңдайтын өзімшіл болып кеткен бе? Сан сұрақ найзадай қадалып, сол түн тынши алмады. Аудан орталығына барып, қызын күтіп алғанда да шешіліп сөйлеспеді. Әкесінің қаһары ұзаққа бармайтынына сенген Қырмызы бұл суық райға аса мән бермеді.